Сәлем достар, бүгін біз айнада шекеміз сыйлық алуға шығыстар. Жаңағы астыназ айтқандай, біз менің дос қызыма подарка алуға шықтық. Достар, біз жаман шаршадық, магазиндердің барлығын араладық, бірақ бізге қажет подарканы вообще таба алмадық. Сондықтан ана жақта демалып отыр. Достар, сіздерге өте үлкен рахмет. Сіздердің қолдауларыңызбен біздің санымыз 4000-ге жақындады. Осылай бізді қолдап жүре беріңіздер. Сонда біз көп қызықты видеолар шығаратын боламыз. Бірақ достар, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаймыз. Достар, біз бұны әр видеодан кейін айтамыз. Бірақ оны тыңдап жүріңіздер. Бізді соңғы үмітіміз ана жақта бір алыста магазин бар еді, соны асылын алып зорға көндіріп баратыр. Достар, бірақ ол жолы кішкене қорқыныштылау сияқты ма. Мама айтады, ақшалай бере сал деп, бірақ мен қойшы мама деп келе жатыр мама қазір. Достар, соның ішінде ерекше подароктар бар екен, сол үшін асыныз екенбіз қазір бара жатырмыз. Ол жақта короче андай прикольный ойыншықтар бар. Сол үшін ана жаққа барады. Достар, короче, көресіздер ғой өздеріңіз, бізбен бірге болыңыздар. Достар, жаңағы қорқынышты жол деген осы ғой. Жаман қорқынышты. Саз екеуміз қорқып қалып 200 метрдей жер бар. Достар, аңғарасаңдаршы, қандай жолмен келе жатыр. Ё-май, ана жақта даже үй сияқты бірдеңе тұр. Ана жақта табақтар тұр, диван. Достар, қазір мен сүткамды қоя тұрам. Ана жақта еще дәретхана бар екен. Точно заброшка сияқты. Достар, мен қазір телефонды қоя тұрам, сосын өтпетем. Сонша жерден ең қорқынышты жолдан келсек, қарасаңдаршы, жабық тұр ғой. Асылы не істейміз? Енді. Ақшалай бере салса. Сонша жолдан маман тыңдай салу керек еді. Қорқынышты жолдан зорға өтіп едім. Ладно, кеттім. Шапалат болып қорқып қорқпасыз. Бір рет әже айтады ғой, мен кішкентай кезімде қалай еді, қолымды бұлай істеп, қалтама салып жүретін едім. Сол кезде қорқпайтын едім дейтін еді әже. Может, екі қолымызды ешітіп бұлай салып жүреміз? Если қазір алдымыздан ит шығып қалса, то қорқпа. А то ана үстімізде бу көрінеді екен. Ал если біздің басымызды бу шықса, ол біздің қорқатқанымызды біледі, сосын бізді тістей алады екен. Сол үшін бұлай істеп отыр. Почему не дался? Сиреноголовый емес па? Сол сиреноголовыға ұқсап тұрмын мен. Не шығар? Онда дауыс сонда. Қолыңды бит. Қолыңды бит. Сал. Мен қорқпаймын. Надо все қайта шығып айтыр ғой дауысы. Мамаға звондаймын за учета. Достар, мен жаңа мамаға звондадым. Маманың телефоны өшіп тұр. Не істеуін білмей тұрмын. Ана жақта сиреноголовый сияқты тұрған сияқты. Енді қолым 24-те жетті, бұлай тұратын сияқты. Асылыңыз қайда кетті? Асылынан келе жатырмын. Ана жақтағы жоқ. Асылыңыз! Айнада ше. Анам қара. Достар, анам көріп тұрсыңдар ма? Асыз қолыңды бет. Анам қарасыңдар. Біз мына жақта тұрмыз. Ана бізге бірдеңе істегісі келіп жатыр. Қалай жүреміз енді? Мына жақта жол жоқ.
просто анау адамға ұқсамайды. анау сирена головы сияқты достар. Сол жақтан дауыс қатты шығып жатыр ғой. Мен жаман қорқып жатыр. Асылыз екеуміз дірілдеп қазір не істерімді білмей жатырмын. Ана вороттардан секіріп кетеміз ау достар. Не істейміз енді? Мамаға звондасам өшіп тұр. Достар, осы менің соңғы видеом шығар. Ал қошқыл деп айта берсем болатын сияқты достар. Анау бізді өлтірейін деп тұр. Қолында пышақ бар сияқты ма? Достар, біз паникаға кетіп кеттік. Айнада вообще вообще жылап жатыр. Мына жақта адам өте қоймайды ғой, тек қана машина. Батылымыз жетпей жатыр. Адам өтсе көмектесетін шығармыз. Қазір бір адам өтсе құтқарыңдар деп айқайлайтын жан. Help me деп. Осы прикол ұстайтын кез бе? Достар, ана адам кеткен сияқты. Жаңа жаймен былай қарасам, вроде кетті. Енді тезірек үйге жүгіріп барамыз. Онсыз да ұзақ жол. Ладно, кеттік енді. Ажырамай жүрейік. Достар, міне біз келе жатырық. Қазір мен асыз балымды айлап алайын мен. Достар! Асылмас! Асылмас! Қашып кеткенсіз! Достар, асылмас мен біреуді қалдырып кетті. Асылмазды жаңа зорға қашып кеткен жеріне шақырып алды. Мынау сол жаңағы сирена мен қорқып жатырмын. Асылмаз қайттан кетіп қаламыз ау. Достар, негізінде мысықтар сүйкімді болатын еді ғой. Мына сирена головыйдың мысығы ау деймін. Өткен вообще сүйкімсіз болып тұр. Шема, бізді ана жаңа тістейін деп қалды ғой. Мына көздерін қараңдар. Көздері қып-қызыл ғой еще. Майо, достар. Тістері жаман өткір сияқты. Достар, біз кішкене басылдық. Жаңа прям шылап тұрып, паника болып, ана жақтарды жүгіріп жүрдік та, оны бірақ түсірген жоқпын, прям паника болған үшін. Сосын бір екі апа бізді көріп қойды. Сосын сендер не істеп жүрсіңдер, бұл біздің қаладағы ең қауіпті көшелердің бірі ғой деп бізге ұрысып кетті. Біз оларға жалындық. Пожалуйста, біз мамаға айтпаңызшы. А то біз мамаға айтса, мен туған күнге жүрмей қояды ғой. Мә, айнада вообще әлі туған күнді ойлап өтсін ба не? Жоқ, достар, жаңа сол екі апа бізді үйдің қасына тастап кетті. Олар бізді вообще полицияға айтайын деп жатыр екен ғой. Мен жаңа екі апаға жалындым. Осы көше настолько опасный екен ғой. Мә, яшы жаман жалындым осы кезде. Енді қайтем, мамаға айтып берсе, туған күнге жібермей қояды ғой. Ой, қойшы. Достар, сол апаларға жалынып жүріп, подаркамыз қайда қалып кеткенін байқамай қалдық қой. Ладно, достар, қайттық біз. Айнада вообще сонда сирена головы Қазақстанда бар ма? Ой, Асылмаз, именно сол теманы қозғамай қояйықшы. Өзім жүрегім дүрсілдеп тұр. Именно дәл қазір сол теманы жақтырмай тұрмын. В общем, достар, біз ситуациямыз қорыққанына қос көрінеді деген болған шығар.